Дүниемен махаббат өлшенбейді. Қараңыздар, қазір, наверное, қондай қыздар жоқ шығар, дүниемен махаббат өлшенбейді деп жаңа күйеуінің титтей ақша тапқанына, ақша таппағанына, көріп тұрсың ғой деп отговорка жасағанына, болмай жатыр ғой деп жаңа шыдамай кетіп қалғанына жұмысқа, сөйтіп бетіне қарап күліп, мен сені жақсы көремін деп. Мне кажется, ондай әйелдер жоқ. Қараңыздар, мен психосоматолог регрессолог ретінде айтамын, еркек адам егер жауапкершілікті ала алмаса, қандай последствия болады? Әйел адам еркек болып кетеді. Сенің әйелің саған жаңа маған үй алып бер, маған машина алып бер, бала шағаны аяққа тұрғызайық, үй алайық, ана алайық деп айтпаса, ол әйелден қорқу керек. Өйткені ол әйел өзінің ішкі сезімдерін бәрін басып, мыжып тастаған. Ондай әйел уже әйел емес, ол еркек болып кеткен. Понимаешь, да? Екіншіден, сенің әйелің саған давай деп айтпаса, күнде миыңды жеп, былай айтқан кезде сені былай бір жеріңде теппесе, ондай әйелден қорқу керек. Өйткені ол іштей саған уже ешқандай сенім жоқ, сезім жоқ, іштегі бәрі жанып кеткен. Просто балалар үшін де өмір сүріп жатыр да. Үшіншіден, орекендерден сөз бар, с милым рай шалаше деген. Әйелдер сол 90-шы жылдар болған шығар, күйеулерін сүйреп жүріп, күйеулер ішеді. Ничего страшного, ертең өзгереді. Бірақ өкінішке орай қазіргі реалий другой. Егер сен еркек болып, хотя бы ақшаңды стабильно таппасаң, любой әйел рано или поздно кетіп қалады. Либо сенің өмірінен кетіп қалады, либо сен ез болып кетесің, понимаешь, да? Посмотрев на твою жену, я скажу, кто ты дейді. Егер сенің әйелің зачуханный, түрі әбір жіп кеткен, менталды здоровьясы быт шығып кеткен, қарны шығып кеткен, фигурасы былай болып кеткен, сонда әйел болатын болса, это твое опущение. Значит, ты достойно ол әйелге дұрыс қара алмадың, понимаешь, да? Поэтому құрметті еркектер, мынандай сөзден арылып, өзіміздің пятый точкамызды көтеріп, кәдімгідей жұмыс жасауға уақыт келді. Қазақтың менің елім, жерім деген намысты еркектерге айтарым. Өтініш, әйелдеріңіз құлпырап, әдемі былай глупенький болып жүрген қаласаңыздар, 100%, даже 200% жауапкершілікті алыңыздар. Өйткені сіздер қазір осылай жауапкершілікті алмағанның кесірінен, сіздер қазір өздеріңіздің ұл балаларыңызға дұрыс тәлім тәрбие беріп отқан жоқсыздар. Ұл балаларыңыз көреді, менің папам түк жасамайды, значит, мамамызға былай айтқан кезде мойнына мініп алады, значит, мен үлкен кезде, өскен кезде дәл осындай әйел тауып аламын деп, ертең біреудің қызын шырылдатып, былай айтқан кезде ауру қылады. Сіздердің қыздарыңыз дәл сіз сияқты жаңағындай ез еркек тауып алады да, сөйтіп мойнына мінгізіп алады да, остеохондроз, ни живота, маткасы алып тастаған, кесіп тастаған, онкология, неше түрлі аурумен ауырып айтқан кезде өмірден кетіп қалуы мүмкін. Понимаете? Бір ғана әрекетсіздіктен жауапкершілікті алмағандықтан. Поэтому құрметті еркектер, кавычках, жауапкершілікті алып, до конца жігіт болуға тырысайық. Өйткені біз егер осылай жасамасақ, ертең еліміз, жеріміз деп громко айтамыз ғой. Біздің жаңағы флагымыз туралы айтамыз, қазақ тілінде айтамыз. Міне осы жерде патриоттық көрсет. Міне осы жерде сен өзіңнің кім екеніңді дәлелде, еркек ретінде. Вот сол кезде бәрі сені сыйлайтын болады. В первую очередь сенің әйелің.